орыстарда бір ауылда бір старшина болады ғой. Сол тәрізден әр ауылдың өзінің несі болады. Bir mağnasını ақсақал болады. Тайғарадан Бабас болады. Бабас сондай оқымаған, дін оқуын оқыған, басқа оқу жоқ ол уақытта. Ақылды болған 40 жыл болысып дейді Бабас. Сонда 40 жыл болыс болған уақытта бағанағында Тайғарадан өзі 8 үй өтсін. Егер біреуінің баласы ергетіп, отау көтерсе, біреуінің баласы жоқ, шаңырақ құлап кетеді. Содан сол бағана не істеген? Елден бағана жетім, жесір, елдің бәрін жинайды ғой. Біздің елімізде Ағыс, Қақсал, Нұрбай, Мықты, Жарқын, Бәшен-тиін, 7 ру елден жиналады. Сонда өз 8 ақ үй, ана 25-30 үй кірмелер бар. Олар кірмелер дейді. Сонымен бір ауыл отырады. Бабас 40 жыл болыс болған дейді. Бабастан ұзақ Жүнісбек, содан Жүнісбекте мен әкім Нұрмағамбет. Бабас болды, Бабастан кейін бағана кім болды? Пішенбай болды, Пішенбайдан кейін бағана қайды. Баулайды ғой ішінде бір өсіп келген балалардың сен бағана балаларды байқайды, баулайды ғой. Сол мені әкім тәрбиелеген. Сонда әуелі ауыл советтің мүшесі болған. Сосын ауыл советтің мүшелігінің қатысы болды. Сосын өзі ауыл советтің председателі болып басқармасы болды. 27-28 жылдар кампусқа жүрді ғой. Сол уақытта ауыл советтің басқармасы мына Қарауылтөбеден Хитлерді Иван деген орыстар келіп жүрмесіған. Әлгі Столыпинский реакцияда Ресейден Қазақстанға орыстар алды ғой. Сонда мына Қантайдың поселкесі 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші жылдар 3 жылда салып түсіп болған. Плаховка. Ана Есенгелден Тайғара мектебін саған әкем өз Тайғара мектебін сап сөзге оқытқан әкем. Соның бетін келген уақытта Совет өкіметі болды. Сосын 35-36 жылдар түкенші болды. Сосын 40 жылдар өркендеу келген ынтымақты келіп көшіп келдік. Сол малдың өтсегі болды. Соғыс уақытында мұны Балқашта 4 армия болды. Сосын Балқаштан 4 армия қайрegen 46 жыл қантай көшіп бардық. Сосын әртүрлі жұмыс істеді. Әлгі авиатчик болды. Сосын 49 жыл өтті. Әкем сол бар істеген қызметі. Партияға өткен. Партияға әкем де өтті, қара да өтті. Сонда бағана 38 жылы партийный очистка болды ғой. Партийный очистка болғанда Есіл деген ана жабағы. Әкемді қараны екеуін көрсеткен. Бұлардың әкелері Бабас 40 жыл ана патша тұсында болыс болған әкесі 40 жыл болыс болғанда. Сосын сол 38 жыл партийный очисткада әкемді қараны екеуінде партияны шығарып тастады. Партияны есен жолға бердім, сол ақын коммунист болсын енді мен. Коммунист деген жан-жақтан деп, әкем қайрат партиясының белгін қуған жоқ, барған жоқ. Бағана әрбірден 11-12 үй, әрбірден 11-12 үйден өз-өзімен. Ал енді біз Тайғара 8 ақ үй, аз үйімшіл болдық. Бір адам айтты, бітті, соған тәртіп. Бір адам айтты, бітті, соған көніп барлап, соған үйіріледі. Ал енді мына нелер, қойғаралар 27-28 үй болды. Олар да көп болды да, бағана бірге-бірі бәтті оқымайды. Ата болып, 7 ата, 8 атадан бөліп-бөліп көп. Олардың үйім болды. Ана ергенбей айтады. Сіздің ауылды дейді, көп ауыл деп бағанағы айтатын дейді.
бағана өзі 8 ақ үй, қоңсысы бар, қонаңы бар, бағанағы 30-35-40 үй болып отырды. Соның барлығы, бағанағы айыппіреуін қатенің 800-800-200 қойы бар, соны бағады, соны сауады, соның сүтін ішеді, етін дейді, 550 көшеде жылқы бар, жаздай соны сауады, соны мінеді, мен сонымен күн көріп барлығы.